Gülümşi, zil, tıktır. Nazar ortada. Әскери жетекші мырза, 11 сыныптың 6 оқушысы алғашқы әскери және технология дайындық сабағына қатысуға дайын. Бөлімше командирі Қуанышев. Армысыздар оқушылар? Армысыздар, әскери жетекші мырза. Орындарыңызға жайғасып алыңыздар. Енді оқушылар үй тапсырмасын есімізге түсіре қояйық. Үй тапсырмасы қандай үй тапсырмасы? Кім айтады? Қандай тақырып өтті? Қол көтеріп өзімізді таныстырамыз, айтамыз. Үй тапсырмасын айта қояйық. Айта қояйық. Үй тақырыбы ату негіздері. Отырамыз. Оқушылар, мына тақырыптардан көрініп тұрғандай, сабағымыз қарумен байланысты болғандықтан тарих тереңіне үңілейік. Біздің ата-бабаларымыз садақ деген қаруды тарихтан білесіздер, сол садақты пайдаланған. Сол садақты пайдаланғанда садақтың құралдары қорамсағы бар және садаққа қосатын жебесі бар. Алдарыңызда тұр, назар салыңыздар. Енді мен сіздерді топқа бөлу мақсатында алдарында тұрған жебені екі түрлі етіп алдым. Бір асыл жебе, екінші сары жебе. Осы жебелерді алу арқылы екі топқа бөлінуге келе қойды. Сары топтағылар сол жаққа, жасыл топтағылар оң жаққа шыға қойыңыздар. Кітаптарыңызды әріптелерді отырып, орналаса қойыңыздар. Енді оқушылар, жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар, қолдарыңызда жебелеріңізге назар салып қарасаңыздар, жебеде өткен тақырып жөнінде сұрақтар жасырылған. Сол сұрақтарға жауап береміз. Жауап берер сәтте, жауап бергеннен кейін бағалау үшін сіздерге мынадай қағаз үлгісін таратамын. Бағалау батарея әдісі арқылы. Егер толық жауапқа қанағаттансаңыздар, қай батарея көрсетесіздер, сол арқылы мен сіздердің пікірлеріңізді білемін. Түсінікті ғой? Мысалы, жауаптар толық емес болса, көрініп тұр, батарея білесіздер машинаңызды. Көрініп тұрған машинаңызда толық болмаса толық, жартылай, кішкене жартылай, толыққа жақын, толық. Сіздерге үлестіріп шығайын. Әзірше сұрақтарыңызды қарай беріңіздер. Мен сіздерге секундомер арқылы 2 минут уақыт беремін сұраққа дайындалу үшін. Уақыт болғаннан кейін уақыт өтіп тоқтатамын. Сол кезде топ біз дайынбыз деп қолдарын көтересің және өздерін таныстырасыңдар. Оқушы осындай. Түсінікті ғой? Уақыт кетті. Бұдан атайық. Минут жарым уақыттарын алып. Дайынбыз ба? Толықтай топ дайынбыз ба? Дайынбыз, е? Ал онда уақыт тоқтатам, шыға қойыңыздар. Сұрақты оқимыз және жауап береміз. Оқушы Каримовича оқ-дәрі зарядының жану кезінде пайда болатын оқ-дәрі газдарының әсерінен ұңғы өңешінен оқтың лақтыруы. Ұңғы өңешінен оқтың лақтыруы ұзындығы былай түседі. Ұңғы бойында неше ой орналасқан? 2 ой. Қате. 4 ой орналасқан, е? Айналып шығады ол. Келесі. Оқушы Қуанышев, оқтың қиратқышы әрекетіне неге байланысты? Оқтың қиратқышы тірі ағзаны тесіп жарып шығарған әсері. Оқтың тесіп шығару әсері.
Tır ağzına oradan kuzlatıp sattım. Келесі. Оқушы Махмутова Дильназ мыңдық Сіздер тыңдаңыздар ма? ішіге чек. Мыңдық радиананың бір бөлінген мың немесе бір бөлінген 6 мыңға тең. Жауабын тыңдап алдыңыздар, бе? Рахмет, жарайсыздар, отыра алыңыздар. Келесі топ шыға алыңыздар. Өзің танысы қатты пайда осынша. Оқушы Самойлов Толқын сұрақ атысқа дайындалуға жатпайды. Атысқа дайындалуға жатпайды нәрсе. Атысқа жүктесіз рұқсатсыз дайындалуға болмайды. Оны сатуға болмайды. Келесі. Оқушы әйелден пісер сұрақ. Тасаның жотасынан кездесу нүктесіне дейінгі оқ ұшпайтын кеңістікті қалай аталады? Кеңістік тасада кеңістік деп аталады. Келесі. Оқушы Түсіпова Әйгерім Акканың автоматты әрекеті қандай қағидатқа негізделген? Қандай қағидатқа негізделген? Жақсы, жарайсыздар, орналаса қойыңыздар. Бағалап жіберейік. Бірінші топ, екінші топтың жауабын бағалап жібере қойыңыздар. Қолдарыңыздағы батарея әдісі бойынша бағалаймыз. Көрсетеміз міне. Айтып жібере ойынды. Жаңағы топтың үшеуінің жауабын айтып жібере қой. Қай батареямен бағалайсың? Көрсете ғой. Бағалып көрсетесің. Осы батареямен бағалайды. Үшеуінің жауабы, е? Солаймен келісеміз бе қалған екі оқушы? Толық Айгерім жауап бере алмады ғой. Өте жақсы ба ғой? Айгерім жауап бере алмады дұрыс па сұраққа? Келісесіздер ғой? Сіздер мына топты бағалай қойыңыздар. Біз ол топ қамысына батарея арқылы бағалаймыз. Түсінікті. Жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Енді қаламдарыңызды ала қойыңыздар. Бүгінгі жаңа тақырыппен сіздерге таныстырып жіберейін. Қаламдарыңызды аласыздар. Дөңгелекті машиналарды жүргізу негіздері мен ережелер жазбалап қойыңыздар. Дөңгелекті машиналарды жүргізу негіздері мен ережелері. Қазып отырмыз ғой. Дөңгелекті машиналарды келіп қойайын ба? Жүргізу негіздері мен ережелер көріп тұрғанша. Сабақ мақсатын түсіндіріп жіберейін. Жол қозғалыс саласында заңдардың негізгі ережелерін түсіну және түсіндіру. Көлік құралдарын санатын жүргізушінің жұмыс орнының негізгі элементтерін және олардың міндетін білу. Түсінікті ғой, ә? Енді қазір бейнематериалға назар аударамыз. Сабақта технологиялық дайындық бөлімін бастаймыз. Сабақ тақырыбы дөңгелекті машиналарды жүргізу негіздері мен ережелері. Сабақ мақсаттары Қазақстан Республикасының жол жүрісі саласындағы заңдары мен өзге де құқықтық актілерін, көлік құралдарының санаттарын білу, жүргізушінің жұмыс орнын дайындауды үйрену, жүргізуші куәлігін қалай рәсімдеуге болады. Сәлеметсіздер, жүргізу куәлігін алу үшін А және Б категорияларын алу үшін оқу міндетті емес, яғни сіз өзіңіз дайындалып, осында келіп емтихан тапсыру арқылы жүргізу куәлігін алсаңыз болады. Ол А және Б категориялары. Ал С1 одан жоғары категориялар алу үшін міндетті түрде арнайы жүргізу куәлігіне оқытатын мектептерде оқуыңыз керек. Яғни ол категорияларға С1-ден жоғарысы С1, Д, Д1 жатады. Жүргізу куәлігін рәсімдеу үшін сынаған жеке куәлігіңізбен және стандартына сәйкес құжаттарыңызды берсеңіз. Анықтама бөлімінде берілген түбіртекті стандартқа сай құжаттарды базаға тіркейді. Егер жүргізуші куәлігін бірінші рет алып тұрсаңыз, міндетті түрде медициналық анықтама алу қажет. Құжаттар базаға тіркелгеннен кейін теориялық емтихан тапсырасыз. 40 минуттың ішінде 40 сұрақтың 32-сіне дұрыс жауап берсеңіз, онда практикалық сынаққа жіберілесіз. Сізді веб-камера түсіріп отырады. 6 немесе 7 рет түсіреді. Міндетті түрде сіз өзіңіз осы компьютердің басында отыруыңыз керек. Не үшін түсіреді? Не үшін түсіреді? Өйткені басқа адам сіздің орныңызға емтиханға кіріп қоймасын деп. Теориялық емтиханда 3 рет тапсыруға мүмкіндік беріледі. Алайда арада жарты жыл өтуі керек. Осы емтихан тапсырдыңыз, сізде 4 қабет емтихан тапсырылды. 38-36 сұрақ дұрыс.
сізге тәжірибелік емтихан тапсыру яғни арнайы жабдықталған автоматты алаңда яғни автодромға бару керек болады. Ал енді оқушылар бейнебаянды көрдіңіздер, иә? Жол белгілерін, жаңағыдай куәлікті жүргізу үшін куәлігін қалай алатын. Қазір топтық жұмыспен айналысамыз. Мына жерде сіздер көріп отырсыздар, беттік сатысы әдіс арқылы мына жерге алдарыңызда қағаз берілді, сұрақтарды. Соны қайшыны пайдалануды кесіп, сіздің топ 1-ден 1, 2, 3-ке дейін жабыстырасыздар. Дұрыс жауабын топ, сіздің топ 4, 5, 6, 7 табасыздар. Түсінікті ғой, иә? Жол қозғалысына қатысушылар қандай нормативтік құқықтық актілерді білуі тиіс деген тақырыпта. Түсінікті ғой, иә? Маңыздылығы бойынша олардың реттілігін анықтаңдар, нөмірлеу қажет. Маңыздылығы бойынша. Сіздерге 3 минут уақыт. Оқушылар, топтық жұмыс реттік саты әдісі бойынша жол қозғалысына қатысушылар қандай нормативтік құқықтық актілерді білуі тиіс. Маңыздылығы бойынша олардың реттілігін анықтаңдар, нөмірлеу қажет. Ал кірсек қай топ дайын? Жол қозғалысына қатысушылардың білуі тиіс. Ал шыға беріңдер. Шыға беріңдер. Осы қорғайсыздар. Келе ойыңыздар, жабыстырамыздар. Әркім өзіңіз білесіздер ғой, иә? Бірінші топ. Оқып шыға аласыздар сосын. Жабыстырамыз. Так, келесі топына оқып жібер. Келесі топ дайындау, жабыстырамыз, оқи бер. Біз 4-ші Қазақстан Республикасы Конституциясы, 5-ші Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, 6-ші Қазақстан Республикасы жол жүріс туралы заңы, ал 7-ші көлік құралын сәйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу және есепке алу, механикалық көлік құралдар жүргізушілер даярлау, емтиханды қабылдау және жүргізуші көліктерін беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің бұйрығы. Жарайсыздар, келесі топ, бері оң. Жағалауға дайын отырыңыздар. Оқып жүріңіздер, жабыстырғаннан кейін. Қазақстан Республикасы автомобиль жолдары туралы заңы. Екінші көлік құралының сәйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлері мемлекеттік тіркеу және есепке алу, механикалық көлік құралдарын жүргізушілерді даярлау, емтихандар қабылдау және жүргізуші куәліктерін беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің бұйрығы. Бірінші Қазақстан Республикасының жол жүрісі туралы заңы. Жарайсыздар, екі топта отыра алыңыздар. Енді топтар біріміз бағалай қойып, бағалау, қалыптастырушы бағалау. Медал және миссия әдісі бойынша медал жұмыстың жақсы тұстары, миссия жұмыстың жақсартатын тұстары. Қазір бірінші топ шықты, келесі топ бағалай қойыңыздар. Қалыптастырушы бағалау көріп отырсыздар алдарыңызда, медал жұмыстың жақсы тұстары, миссия жұмыстың жақсартатын тұстары. Бірінші топтың жұмысын бағалай қойыңыздар, жылдам отырыңыздар. Жұмысты жақсы жұмысты жақсартатын тұстар жоқ па, иә? Келесі топ. Медальмен бағалаймыз. Медальмен бағалайсыздар, иә? Жарайсыздар. Енді келесі тапсырмамыз, назар салыңыздар. Сіздерге қазір мен мынадай суреттер таратамын екі топқа. Ала қойыңыздар. Ширату жүргізуші куәліктерінің санаттарын жазыңыздар. Мына жерде әртүрлі көліктерді көрсетіп көлік құралдарын, иә? Соған жүргізуші куәліктерінің санаттарын тұстарын жазасыздар. Ал кірсе қойыңыздар, 1 минут уақыт. Жаза беріңіздер. Жаза қойыңыздар. Жылдам отырайық, 1 минут уақыт. Уақыттарыңыз кетіп жатыр. Алдарыңыздағы құралдарды пайдаланыңыздар. Дайын болсаңыздар, жабылыңыздар. Мен тоқтам. Шамайдар, келе ойыңыздар. Көрсетесіздер. Келесі оқушылар көрсетіңіздер. Айтамын. Бізде біріншісі А санаты 18+, санат бірінші А1 санаты, Б санаты, С санаты, Д санаты, ВЕ, СЕ, ДЕ санаты. Ой, жарайсыңдар. Болдық қой тағы жазған тоқпан шықты. Келесі топ, дайынсыздар. Келесі топ. Келе ойыңыздар, дайынсыздар. Келе ойыңыздар.
санаты У 21+, санаты В 18+, 7-ші санаты С 21+, С1 18+. Жарайсыздар. Енді топтар бағалап жүр ме, бір-бірімізді жапондық бағалау әдісі бойынша мысалы қолдарыңыз тұрыпсыздар, қолым дұрыс келсем толықтырам, басқа көзқарасым бар, менің шырағым бар. Бірінші топты бағалап екінші топ. Жылдамдатайық. Дұрыс келсем бір саусағын көтерсең, дұрыс келсем толықтырам, екі саусағым менің шырағыма жұдырығым. Бірінші топты бағалап. Жарайсыздар? Жарайсыздар, рахмет көп.